Қайырлы күн, киносүйер қауым. Біз бүгін Бахар телесериалының 72-ші бөліміне келдік. Бұл бөлімде Эфсун ханымның бөлмесіне барлығын шақырып алады. Яғни Эфсун ханым жалдаған Тыңшы мырза. Тыңшы мырза басына шапка киіп алған, барлығына қарап, бақылап тұрады. Ол жерге келеді. Гүлчеше ханым барлығын, Тимурдың анасын барлығын шақырады. Одан кейін Тимурға Тыңшы айтады, маған бір бөлме бер, осы больницадан бір бөлме бер, мен барлықтарыңызды бөлек-бөлек сөйлесетін боламын, бөлек-бөлек шақырып сөйлесемін дейді. Одан кейін Эфсун мен Серен екеуі сөйлесіп ұрысып қалады. Серен айтады, мама сен не істеп, анашым сен не істеп жүрсің? Мен бұл кісілердің барлығы менің ата енем, менің туыстарым, әйтеуір мен олардың үйіне барамын бір күні. Менің балаларымның, олар атасы, әжелері ертең ұят болады деп ойламайсың ба дейді. Сол кезде Эфсун ханым айтады, мен шындықты білуім керек. Сол туысқан деп жүрген адамдардың маған шабуыл жасап мені баспалдақтан итеріп жіберді ғой дейді. Одан кейін жаңағы Тыңшы мырза барлығын бөлек-бөлек шақырады. Бахармен сөйлеседі, Тимурмен сөйлеседі, Гүлчеше ханыммен сөйлеседі, тіпті Эвренмен де сөйлеседі. Одан кейін Бахар мен Чағла екеуі сөйлесіп, достар ретінде сөйлеседі, екеуі құрбылар болып сөйлеседі, екеуі біраздан бері сөйлеспеген, сонымен бір кафеге барып, екеуі әдемі болып, енді өсек айтады. Одан кейін Эврен, Бахар айтады, мені Эврен кешкі асқа шақырды дейді. Сол кезде Чағла оны, сен не киіп барасың, Бахар дейді. Одан кейін Бахар, ешнәрсе, осы киіммен барамын, ода тұрған не бар дейді. Сол кезде Чағла, сені магазинге апарып киіндіру керек екен деп, оны дүкенге алып келеді, әйелдер дүкеніне. Ол жерде енді әдемі, сексуала киімдер өте көп, тіпті ашық, қара түсті киімдерді Чағла оған таңдап береді. Осыларды киіп бар, сол кезде сенен басқа адамды көрмейді дейді. Оған енді қанша қарсыласса да Бахар оған көнеді. Сол кезде Ұмайға да бір әдемі көйлек ала салайын деп, Ұмайға да бір әдемі көйлек алады. Одан кейін Бахар, Ұмай, Чағла үшеуі тағы да бір кафеге келіп, үшеуі бас қосады. Сол кезде анасы жалпы Ұмайды әкесі сотта алып қойған, яғни аптасына бір күн ғана 2 сағат қана берілген Ұмаймен кездесуге. Дәл осы кезде Ұмаймен 2 сағат көрісуге келіп тұр Бахар. Осы көрісуге келіп тұрған кезде Бахар Ұмайға сыйлық береді. Сыйлықтың ішінде гүлдері бар, бір әдемі кофта ма, көйлек па сондай. Оны Ұмай ондай қатты ұната қоймайды, бірақ ол біледі, Чағла мен Бахар оны ұнатпаған. Егер де қызым ұнатпасаң, дәл осы жерде магазин бар, қайтадан өткізіп басқа көйлек алып ала ғой дейді. Ал сол кезде Ұмай, жарайды анашым, мен өзім барып ауыстырып алып келемін деп магазинге кетіп қалады. Одан кейін Эврен мен Джем екеуін көрсетеді. Джем айтады, сөйлеседі екеуі бірге, Ұмай туралы айтады, Бахар туралы айтады. Сол кезде Эврен айтады, сен Ұмайды қайдан танисың дейді. Сол кезде Джем айтады, мен алдында оның жылап тұрғанын көрдім, сөйтіп екеуміз сөйлесіп кеттік дейді. Ал Эврен болса, сен Ұмаймен енді әрі сөйлеспей, оның қасына да жолама дейді. Сол кезде Джем оған айғайлады, мені сен лайық көрмей тұрсың ба оған, мені малай деп ойлап тұрсың ба деген сияқты оған ашуланып кетіп қалады. Одан кейін Тимур мырза мен Эфсун екеуі коридорда кездесіп қалады. Тимур мырза айтады, Эфсун ханымға, сіз артық кетіп қалған жоқсыз ба, асыра сілтеп жүрген жоқсыз ба дейді. Сол кезде Эфсун ханым айтады, мен кімнің кім екенін білемін дейді. Және мен не істеп жүргенімді білемін. Егер де барлығы жақсы болса, мен бұлай жатпас едім. Мен барлығын іздестірудемін дейді. Содан кейін мені кім itергенін де білемін дейді. Сол кезде Тимур оған аң-таң болып, кім деп ойлайсыз дейді. Сол кезде Эврен мырза, өйткені ол Бахардың көңілінен шыққысы келіп жүр, және менің Бахардың берген сырғасын мен құртатынымды білді, және оны құртпай тұрып оны алғысы келді, және Бахарға оны бергісі келді. Одан кейін Бахардың көңілінен шыққысы келді дейді. Келді деген сөзді түртіп айтайын да. Одан кейін Ұмай жаңа көйлек алып келеді, қара түсті, шамалы қысқа. Ол анасы мен Чағла екеуі аң-таң болады, сен бой жетіпсің ғой қызым деп, екеуі бір-біріне қарап күледі. Және Чағла айтады, сен бұл көйлекті не үшін алдың дейді. Әйел баласы, яғни қыз болсын, әйел болсын, тіпті бүкіл әйел атаулы көйлекті не үшін алады? Ең бірінші өзін әдемі болу үшін алады, және екіншіден біреуге ұнау үшін, біреумен кездесу үшін алады дейді. Сол кезде Чағланың сұрағы Ұмайға келеді. Ұмай еш нәрсе демейді. Қой, менде жігіт жоқ дегенде болады тек қана. Одан кейін Ұмай айтады, одан да жігіті барлардан сұрайын, анашым Эврен мырзамен араларың қалай дейді. Сол кезде Бахар айтады, барлығы жақсы қызым, рахмет бұлай көңіл бөліп жатқаныңа. Сол кезде Ұмай айтады, сен Эврен мырза өте жақсы деп ойлайсың ба? Менің ойымша Эврен мырза өте керемет адам дейді. Сол кезде Бахар қуанып қалады, бірақ артындағы сөзі Эврен мырзаның мен інісінде көрдім, Джем деген, ол балады жақсы сияқты, жақсы иә дейді. Сол кезде анасы мен жаңағы Чағла екеуі бір-біріне қарап біртүрлі болып, иә жақсы бала деп қоя қояды. Негізі оның артында бір сөз жасырынып тұрғанын Бахар да Чағла да сезіп тұр. Одан кейін Тыңшы мырза Эфсунның үйін әлі аралап, бақылап жүр, коридорда, асханада, тіпті далада тексеру үстінде. Сол кезде даладан бір парт сырға тауып алады. Ол сырға кімдікі деп ойлайды, және сол үйдегі қызметшіден сұрайды, бұл сырға кімдікі деп ойлайсыз дейді. Ал ол мен білмеймін деп жауап береді. Сөйтіп ол қалтасына салып алады. Бұл да бір дәлел деп. Одан кейін жаңағы Бахар Ұмайды Тимурдың үйіне әкеледі. Сол кезде алдынан Тимур мырза атып шығады да Бахарға айғайлады, мен сендерге 2 ақ сағат берілген жоқ па? Сот мырза 2 ақ сағат берді, сендер неге кеш келіп тұрсыңдар? Бұлай жасай берсеңдер, енді мен қызымды көрсетпеймін, тіпті тартып аламын деп оған айғайлайды. Сол кезде Чағла айтады, сен не деп тұрсың? Кішкене ғана уақыт кешіксе ештеңе етпес деп оған сөйлеген кезде Тимур оған тіпті қатты сөйлеп, сен бірінші өзің үйленіп ал, сол кезде отбасылық нәрсеге араласуыңа болады, әлі саған ерте, бірінші өз отбасын құрып ал деп қатты айтады. Ал Чағла болса біртүрлі болып оған ренжиді. Одан кейін Бахар да оған айғайлайды,
сен неге олай істеп тұрсың, келесі апта уже сот, сол кезде не болатынын көреміз дейді. Одан кейін Бахар мен Чағла екеуі машинада кетіп бара жатады. Сол кезде Бахар айтады, мен осы жылы сен үйленетін сияқтысың, маған солай сезіледі дейді. Ал Чағла болса, менің көңілімді көтеретінің ұнайды және менің көңіліме қарап тұрсын. Менде әлі жігіт жоқ, менің құрдастарымның барлығы үйленіп кеткен, ал бойдақтары олар ажырасқан, ажыраспаған, үйленбеген адамдар, әйтеуір ішетін, зорға жүрген адамдар. Мен әлі өзіме тиесілі адамды, өзім жақсы көретін адамды әлі таппадым дейді. Сол кезде Бахар айтады, қой олай деме, әлі тауып жұбыңды кездестіресің деп оған шамалы жылы сөздер айтады. Одан кейін Тимурдың үйінде Тимурден кейін бәрі кешкі ас ішеді. Сол кезде Ұмай мен Тимур екеуі ұрысып қалады. Ұмай айтады, сен Бахар анама да және Чағлаға да қатты айттың, әке сен олай неге қатты сөйлеп тұрсың, сен қатты өзгеріп кеттің дейді. Сол кезде Тимур айтады, енді мен осылай боламын дейді. Сол кезде ренген біртүрлі болып қалады. Бүгінгі серия осымен бітеді. Бүгінгі бөлім қызықты болды деп ойлаймын. Егер де ұнаса тіркеліп кетіңіздер.